көбейту. Бөлшектерді көбейту үшін ең бірінші дұрыс бөлшекті аралас бөлшекке айналдырамыз. Мысалға, жай бөлшектен бастайық көбейтуді. Мысалға, 4-тен 3-ті көбейтем 6-дан 8-ге дейік. Қалай көбейтеміз? Көбейту кезде көбейтуге асықпаймыз. Ең бірінші бөлшектерді қысқартуға тырысамыз. Максимально қысқартуға тырысамыз. Мына жерде мен білем 6 деген ол 3 көбейтілген неше? 2. Значит, 3-ті 3-пен сызам. Қысқартамыз біз. Қысқартуды білдік қой алдында. Астында, алымында және бөлімінде қандай бірдей көбейткіш бар, сол сандарды қысқартып отырамыз. Алуа? Таста болды. Уақыт бітті оған. Так, енді мынау 4 дегеніміз мына ішінде бар. 4 көбейтілген 2. Мынау 4-пен, мынау 4 сызылады. Не қалды бізде? Мына 2-мен 2 сызылады. Бәрі сызылып кетті. Яғни не қалды? Ештеме қалмады. Бірі қалды деген сөз. Кез келген санды бірге өтсек, бірдің өзі шығады. Мынау 8 сызылды, міне 4-ті де 2-сіз де кетті. 3-ті 2 де кетті. Значит, 6 да кетті деген сөз. Енді бұл жерде кез келген санды бірге көбейтсең, санның өзі шығады деген бар ғой. Значит, кез келген санды бірге көбейтілді, значит, бір шықты. Түсінікті ма? Енді екінші көбейту жасайық. Кітапта қай бетте тұр, балалар бұл? Берші. Пауза. 506. 506. 1,4-тен 1-ді көбейтем 1,5-тен 1-ге. Қалай көбейтеміз? Ең бірінші бөлшектерді аралас бөлшекке айналдырамыз. Мынандай бүтін бөлігі бар кезде ол көбейтілмейді. Сонда біз не істейміз? 4-тен неше болады? 1,5 үстіне шықса. 1,5. 4-тен 4. Енді мына 1-ді қосамыз. 5. Көбейтем. 5-тен, мына үстіне барады, неше болады? Мына 1 5-ке көбейеді. 5, оған 1-ді қосамыз, 6. Енді бірдей көбейткіштерді қысқартамыз. Астында да үстінде де қай сан көріп тұрсыңдар? Үстінен алымынан 5-ті сызсаң, астында бөлімінен де 5-ті сызасың. Енді 4 пен 2 ішінде бөлінеді ғой әйке бір санға. Бөлгіш бар ғой, қай сан ол? 2. Значит, 2-сін сызып тастадың, 2 қалды. Яғни 4-ті мен 2-ге бөлдім ойша. Солай 6-ны 2-ге бөлем. Неше қалады? 3. Қандай көбейткіштер қалды, соларды енді жазам. Бөлшектің сызығын сызам. Астында менде неше қалды? Мына же 2, мына же жоқ. Значит, 2 қалды. Алымында мына же 5, мына же 5 сызылды, мына же 3 қалды. Енді бүтін бөлігін ажыратайық. Алым үлкен болып тұрса, бүтіні қанша болады? 1,2-ден 1. Қалай ажыратамыз бұны? 3-ті бөлем 2-ге. Солай ма? Бүтіні біреу. Бір жерде 2, ол 2. Алып тастайым, 1 қалдық. Сол 1,2, мынау қалдық алымына жазылады. Түсінікті ма? Мынау қалдық деген сөз. Мынау бүтін, мына жерде тұрады. Білеміз ғой. Ал жазып отырсыңдар ма? Так, енді 12-шісін шығарайын, кішкен қиындауын. 12-шісін жазайын. 506-ның 12-шісі. 7,9-дан 5 көбейту 1,17-ден 1. Тең. Так, қараймыз. Мұнаны кім алымына дұрыстап шығару білмейді әлі. Былай көбейтіп жазсақ болады. Асты 9 бүтінді жазып қоямыз. Мұна екеуін көбейтеміз. Мұна бүтінді 7-ні көбейтем 9-ға, қосам 5-ті деймін. Толық жазайық. Көбейтем 17. Мына жерде 1-ді көбейтем 17-ге, қосам 1-ді. Тең. Бірінші бөлшек жазам. 9-дан 9 жерде 7, 63, оған 68. 68 көбейту 17-де 18. Енді мен біліп тұрмын, 18-дің ішінде 9 қанша рет бар? 2 рет бар. Значит, 9 мен қысқартам, 2-сін жазып қоям. Өйткені 2 рет бар 9.
68-дің ішінде 7, 17, менде 4 рет бар. 4 көбейту 17 деген сөз, 17 қысқарып қалды. Сонда 4-ім ғана қалды. Бөлімінде не қалды? Ештеме қалды. Значит, ештеме болса, ол 1 деген сөз. Ал үстінде неше қалды? 2-ін көбейтем. 8. 8-ді 1-ге бөлсем не шығады? 8-дің өзі шығады. Осылай 8 деп жазуға болады. Түсінікті ме? Сұрақ бар ма нәтиже? Мынау қалай үстіне шығатын түсіндік па? Мынау астына барады да көбейеді, мынамен қосылады алымындағы затпен. Түсінікті ме? Мына екеуі көбейеді, мынау қосылады. Пауза. Так, бүтін дегеніміз бұның астына 1 қойсақ болады. 1-ден 15 деп қарауға болады. Өйткені 15-ті 1-ге бөлсең, бәрібір 15 шығады ғой. Алып атында отырсың ба? Сонда бұл 1-ден 15. Көбейтем. Мынау астына шығарам қанша болады? 31. 30-дан 31. 15 бар ма 30-ның ішінде? 2 рет бар, е? 2 рет бар. Енді не қалды, соны жазам. Мынау қысқаратын сан жоқ. 2-мен бөлінбейді, жұп сан емес. Сондықтан қалған сан жазам. 2, 31. Яғни не істейм? 31-ді бөлем 2-ге. Бүтіні қанша? 1-ден берем. 2, 11-ді бөлем 5-тен. Неше болады? 10. Қалдық? 1. Яғни не дейм? 15 бүтін. Наны бүтінге жазам. Мынау алымына жазылады. 2-ден 1 шығады. Сонда балалар қараңдар. Мен мына жерде ешқандай көбейту жасаған жоқпын, былай қарасаңдар. Мен оларды қысқарту дегеніміз ол бөлдім. Көрдіңдер ме? Бөлдім. 1-ді 2-ге көбейттім енді. 2 шығатын жаздым. Мына жерде 1 шығады, 1-ді 31-ге көбейтем, ол 31 шығады. Көрдіңдер ме? Көбейтуге асықпаңдар. Ең бірінші қысқартып аламыз. Максимально қанша көбейткіші бар ішінде, соларды қысқартып аламыз. Ең соңында қысқартырмай қалған жай сандарды көбейтеміз. Түсіндік пе? Жақсы.